Hello dear students. Сәлем құрметті үйренушілер, жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз керемет сабақ өтеміз. Бүгінгі тақырып the house деп аталады, яғни үй деп аталады. Яғни үйге байланысты барлық дүниелерді өтетін боламыз. Бірінші, бөлмелерге байланысты түсіндіргім келіп отыр. Бөлмелерге байланысты бірінші үйреткім келетін сөз ол kitchen. Kitchen дегеніміз ол кәдімгі біздің ас үй, яғни кухня, тамақ істелетін жер. Соны kitchen дейді. Kitchen. Одан кейінгі үйреткім келетін сөз bathroom. Bathroom деген ол, яғни ванна. Яғни ол жерде не орналасқан? Жуынатын бөлме. Яғни bathroom. Bath дегеніміз, яғни ванна деген мағына береді. Room дегеніміз бөлме деген мағына береді. Яғни ваннаның бөлмесі деген мағына береді. Келесі үйреткім келетін сөз дыбысталу жағынан ұқсайды, бірақ айырмашылық бар. Яғни жатын бөлме. Bedroom. Яғни жатын бөлме. Bedroom. Яғни bed деген яғни төсек деген мағына береді, room деген бөлме деген мағына береді. Яғни bedroom. Одан кейінгі үйреткім келетін сөз garage. Garage дегеніміз, яғни не? Ол гараж. Яғни машина тұратын орын. Garage. Одан кейінгі үйреткім келетін сөз көбіне біздің яғни қалалық жерлерде болмағанымен, кәдімгі жер үйлерде көптеп болатын нәрсе, ол garden. Garden дегеніміз, яғни ол не? Бақша. Garden. Одан кейін үйреткім келетін сөз living room. Яғни өзі аты айтып тұрғандай, яғни өмір сүретін бөлме. Көбіне қалай? Мысалы, телевизор орналасқан, дивандар орналасқан жерлер болады, яғни барлығы сол жерде жүріп тұратын сол бөлмені living room дейді. Living room. Toilet. Яғни туалет. Toilet. Яғни оны бір бөлме ретінде қарастыруға да болады. Toilet. Құрметті үйренушілер, біз бөлмеге қатысты дүниелерді өттік, енді бөлменің бөліктеріне қатысты дүниелерді өтеміз. Бастадық. Бірінші үйреткім келетін сөз balcony. Balcony дегеніміз, яғни ол балкон. Balcony. Ceiling дегеніміз ол потолок. Потолокты ceiling дейміз. Одан кейін үйреткім келетін сөз, яғни еден, пол, floor, яғни еден, floor. Тағы да floor деген дүниені қабат мағынасында қолданады. Мысалы, second floor, екінші этаж, third floor, үшінші этаж деген сияқты қолданады. Сондықтан есен шығармайық. Stairs дегеніміз ол біздің оңтүстік жақтарда оны тепшек дейді, негізі баспалдақ, баспалдақты не дейді? Stairs, баспалдақ. Келесі үйреткім келетін сөз ол wall. Wall дегеніміз ол қабырға, дуал мағынасында. Wall, қабырға, wall. Құрметті үйренушілер, байқасаңыздар, біз бөлмелерді өттік, бөлмелердің бөліктерін өттік, енді бөлменің ішіндегі заттарды өтетін боламыз. Құрметті достар, The House тақырыбын жалғастырамыз. Осы уақытқа дейін әртүрлі бөлмелердің атауларын үйрендіңіздер. Енді сол бөлмелерде не тұрады? Қандай жиһаз, қандай заттар тұрады? Солардың ағылшынша атауларын үйренейік. Ең алдымен living room бөлмесінен бастайық. Бұл бөлмеде тұратын нәрселердің бірі диван. Оның ағылшыншасы a sofa немесе couch. Екі сөзде диван мағынасын білдіреді. Sofa және couch. Келесі сөз carpet. Carpet дегеніміз еденге төселетін кілем. Келесі сөз armchair. Бұл сөз кресло деген мағынаны білдіреді. Айта кетерлік жайт, бұл сөз екі бөлік сөздің бірігуімен жасалған жаңа сөз. Arm деген сөз қол деген мағынаны білдірсе, chair деген сөз орындық деген мағынаны береді. Яғни кресло қолды таяуға арналған таянышы бар орындық. Келесі сөз lamp. Бұл сөз шам деген мағынаны береді. Келесі біздің бөлмеміз kitchen, ас үй. In the kitchen we can find a cooker. Cooker сөзі тамақ пісіруге арналған газ, пеш мағынасын береді. Көп адамдар cook, яғни тамақ пісіру деген сөзге ER жалғауын жалғап, оны мамандық аспазшы деген мағынада қолданып жатады. Олай шатасуға болмайды. Cooker дегеніміз тамақ пісіретін пеш, ал аспазшыны жай ғана a cook деп атаймыз. Осы екі сөзді шатастырмаңыздар.
Келесі kitchen бөлмесінде табуға болатын сөздердің бірі fridge. Fridge сөзі тоңазытқыш деген мағынаны береді. Бұл сөз негізі refrigerator деген сөздің қысқартылған нұсқасы. Тағы бір сөз cupboard. Cupboard. Бұл сөз ыдыс-аяқ қойылатын шкаф. Бүкіл ас үйдің заттары сақталатын арнайы шкафты cupboard деп атаймыз. Келесі сөз washing machine. Washing machine. Кір жуу машинасы. Келесі бөлмеге өтейік, достар. Bathroom. Жуынатын бөлме. Мұнда біз не таба аламыз? A bath. Bath дегеніміз адамдар су толтырып шомылатын ванна, Немесе душ. A shower. A shower. Келесі сөз, біз шампундарды, басқа жуынатын заттарды, сабынды қайда сақтаймыз? Белгілі бір сөреге қоюымыз мүмкін. Сөре дегеніміз shelf. A shelf. Көпше түрде соңғы F әрпі V-ге ауысып, shelves түрінде жазылады. Тағы бір сөз, достар, a mirror. Mirror. Mirror дегеніміз айна. Келесі бөлмеге өтейік, bedroom. Bedroom жатын бөлмесі, сондықтан мұнда біз көретін ең алғашқы нәрсе не? Өзіміз жатып ұйықтайтын bed. Bed. Кейбір бөлмелерде терезенің алдында нелер тұрады? Өсімдіктер, гүлдер. Оны ағылшынша plant дейміз. Plant. Әрине, жатын бөлмеде ғана емес, әрбір бөлмеде төбемізде жарық беріп не ілініп тұрады? Жарық немесе шам. Оның ағылшынша атауы light. Жарықты қос, жарықты сөндір. Turn on the light. Turn off the light. Достар, үйдің ішіндегі заттарды сіздермен бірге үйрендік. Келесі сабақтарда кездескенше.